Сәлеметсіз бе, құрметті әріптестер. Бүгінгі авторлық бағдарламаның таралым зумына қош келдіңіздер. Біздің 122-ші жалпы білім беретін мектептен Тұрғынбек Айгерім апай қатысып отыр, және де Қарасай ауданынан Майра Рысдәулет Майра апай қатысып отыр. Бұл кісілердің тақырыптары: бірінші тақырып Тұрғынбек Айгерім тақырыбы жаратылыстану сабағындағы цифрлық тәжірибелер, гарвардтық әдіспен функционалдық сауаттылық арттыру мақсатында әдістемелік оқу құралын қарастырылған. Екінші, Рысдәулет Майра апайымыз көркем жазу сабағы арналған көркем жазу білім кілті тақырыбында авторлық бағдарлама қорғалып, сараптамалық кеңестен өтіп, енді келесі деңгей таралым деңгейінде ұйымдастырылып жатыр. Мен 122-ші жалпы білім беретін мектептің зерттеуші және де магистр маманы ретінде осы кісілердің таралымдарына қолдау көмек көрсетемін. Келесі тапсырманы біз бұйрық бойынша бірінші Тұрсынбек Айгерімге береміз. Айгерім, сізге уақыт беріледі, 10 минут уақыт, дедлайн уақыт сақталады, өзінің жұмыстарымен таныстырылып, айтасыз. Келесі одан кейін Майра апай, сіз дайын боласыз. Басқа мұғалімдер Айгерім сабағында өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп, бұл кітап сіздерге таратылды, ол кітапты сіздер қолдарыңызда бар, іс тәжірибе алмасу ретінде сіздерге берілген. Сол жерге қазір зумда астындағы бөлек комментарий жазатын жерге өз пікірлеріңізді берсеңіздер. Майра апайдың да жұмыстары барлық осы қатысып отырған мұғалімдердің бәріне таратылған. Мұғалімдер танысты, және де өздерінің іс тәжірибеде қолданып жүргендер де бар. Сол кісілер өздері комментарияға өз пікірлеріңізді жазып, осы авторлық бағдарламаның қандай сіздерге келген пайдасы бар туралы бөліссеңіздер болады. Айгерім, бастай беріңіз. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін жаратылыстану сабақтарындағы цифрлық тәжірибелер, гарвардтық әдіспен функционалдық сауаттылық тақырыбында әдістемелік оқу құралымды таныстырмақшымын. Бұл оқу құралы жасауда қандай қажеттілік болды? Қазір білесіздер, Пирс, Teams барлық тесттерде математикамен бірге жаратылыстану міндетті түрде жүреді. Сондықтан осы жаратылыстану пәнін тереңдетіп оқып, балаларға түрлі зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қауіпсіз қандай бағдарламалар бар екен, соларды зерттеп, осы тақырыпта әдістемелік құралын жасап шықтым, және сіздерге таратылу үстінде. Бұл әдістемелік құралдың қандай өзектілігі бар? Функционалдық сауаттылық заманауи білім берудің негізгі талабына және үнемі өзгеріп отыратын әлемдегі табысты бейімделудің негізі болып табылады. Одан кейін жаңа атап өткендей PISA, TIMSS талаптарына сәйкес білім сапасын бағалаудың халықаралық стандарттарына сәйкестік, қолданбалы дағдыларды дамыту, ынталандыру үшін. Келесі өмірлік дағдылар. Бастауыш сынып оқушылардың болашақта өз бетінше өмір сүруі үшін тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру қажеттілігінен туындады. Және де жаратылыстану әлеуеті. Жаратылыстану пәні бұл сыни ойлауды дамытуға және де балалар нақты мәселелерді шешуге бірегей мүмкіндіктер береді. Келесі бізде бұл әдістемелік оқу құралының негізгі мақсаты оқушылардың жаратылыстану сабақтарында функционалдық сауаттылығын дамыту және де цифрлық тәжірибелерді қолданып, түрлі тәжірибелер жасату балаларға гарвардтық әдістемелермен біріктіре отырып. Одан кейін оқушылардың зерттеу дағдылары мен сыни ойлау дағдыларын дамыту болып табылады. Бұл жерде әдістемелік оқу құралында қандай бағдарламалар, мұғалімдерге қажетті қандай әдістер, құралдар көрсетілген таныстырып өтейін. Ең бірінші бұл цифрлық тәжірибелер. PET Interactive Simulation деген бағдарлама бар. Бұл жерде физикалық құбылыстарды зерттеуге арналған әртүрлі симуляциялар жасауға болады. Келесі бұл Labster бағдарламасы. Күрделі тәжірибелерді жүргізуге арналған виртуалды зертхана. Неге бұл виртуалды зертхананы қолдану тиімді? Себебі әртүрлі тәжірибелерді жасау бұл баланың кейбір жағдайда өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмайды. Ал Labster бағдарламасында осы тәжірибелерді
виртуалды түрде жасап көруге болады. Одан кейін NASA Eclipse, Google Earth бар, және ғарыш, география тақырыптарын зерттеуге арналған. Одан бөлек осы виртуалды симулятор, жаңағы виртуалды тәжірибе жасауға арналған алаңдағы бағдарламаларды гарвардтық әдістемелермен тиімді бірлесе отырып пайдалануға болады. See, think, wonder деген, яғни бақылау жасап, оны талдап, және сұрақтардан тұжырымдамалар жасау. Claim subequation деген дәлелдемелерді қалыптастыру және ақпараттарды сыни бағалау, яғни бала өзі осы тәжірибелерді жасап көру арқылы дәлелдерге көз жеткізе алады. Топтық жұмыстарды, идеялар алмасады және мәселені әртүрлі көзқарастан талдай алады. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, бірінші тапсырмада, бірінші суретте біз жақында ғана өттік, жаңағы заттардың күйлері сұйық, қатты, газ күйінде. Мына молекулаларды судың температурасын көтере отырып, заттар қатты күйінде молекулалар бір-біріне тығыз орналасатынын, сұйық күйінде өте бірінен алшақ болатынын, және газ күйінде молекулалар мүлдем бір-бірінен алыс болатын өз қолдарымен жасап көре алады. Одан бөлек, мысалы, фотосинтез процесін, осы электронды виртуалды тәжірибелер жасау арқылы суды құйып, өсіріп, оларға өсімдіктерге күтім жасап, су болмаса қандай жағдай болады өсімдіктер, суды артық мөлшерден тыс құйып қойған кезде өсімдікке қандай зияны келуі мүмкін. Электронды жаңағы симуляторда барлығын жасап көруге болады. Одан бөлек, мынау мысалы Google Earth жаңа бағдарламасында, мына бізде 3-4 суретте тұрған Арал теңізінің жағдайы, жай ғана суреттерді көрсетпей, сол картаны ашып, балаларға, мысалы, мына жерде 1986 жылғы Аралдың көрінісі, және мына соңғы 2023 жылғы Арал теңізінің көрінісін картадан балаларға өздеріне көзбе-көз көрсетіп жасауға болады екен. Яғни өте тиімді, балаларға қызықты әртүрлі бағдарламаларды қолдануға болады. Тәжірибеде қолдануға қандай мысалдар келтіруге болады? Мысалы, су не үшін қажет? Жаңағы PET бағдарламасында оқушылар болжам жасап, суды қайнатып, одан бу шығатынын, оны қайтадан мұз қылып қатыруға болатынын жасап көре алады симуляциямен. Ол жердегі деректерді растайды және жаңа сұрақтарға жауаптарын таба алады. Заттың күйлерін жаңа айтып өткенде қатты, сұйық, газ күйінде олардың күйлерін өзгертіп, түрлі сұрақтарға жауаптарын тауып, тұжырымдама жасап, ойларын дәлелдеп шыға алады. Жануарлар энергияны қайдан алады, жұпта талқылап, оны идеямен бөлісіп, және коммуникативті дағдыларды дамытып, балалар бір-бірімен қарым-қатынасын жақсарта алады. Нәтижесінде оқушылар қарапайым бақылаушы ғана емес, өз қорытындыларын дәлелдей алатын зерттеушіге айнала алады. Осы жаңағы электронды симулятор, электронды лабораториялар арқылы жұмыс істеген кезде. Бұл бағдарламалар қандай нәтиже бере алады және қай жағынан тиімді? Балалардың қызығушылығын арттырады, жай ғана презентация көрсетіп, суреттерді көрсеткеннен көрі, балалар осы лабораторияларда түрлі тәжірибелерді өздері жасап көре алады. Жаратылыстану пәнін оқуға деген ынтасын арттырып, қызығушылығын арттыруға болады. Келесі, олардың сөйлеуін дамыту. Балалар тәжірибені өздері жасағаннан кейін дәлелді сөйлеу және өз ойын анық жеткізу дағдылары қалыптасады. Зерттеу қызметі артады, балалар мәселелерді өз бетімен шешуге бейімделеді. Және сауаттылық деңгейі. Оқушылар жалпы жаңа гарвардтық технология бойынша оқушылар функционалдық сауаттылықтары артып, сауатты сөйлеуге, өз ойларын еркін жеткізуге үйренуге болады, жақсы нәтижелер көрсетеді. Қорытынды ретінде айтарым, цифрлық тәжірибелер бұл жай ғана теорияны беріп қана емес, қазір балалар білесіздер, жай ғана теорияны қабылдай алмайды. Қызық емес балаларға. Сондықтан теорияны тәжірибемен бірге тиімді байланыстырып, оқытуды көрнекі және интерактивті етеді. Гарвардтық әдістемелер бұл балалардың сыни ойлауын, аналитикалық қабілеттерін және топта жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Және ұсыныс ретінде айтарым, осы бағдарламаларды жаңа атап көрсеткен оқушыларды жан-жақты дамыту үшін, олардың функционалдық сауаттылығын арттыру үшін,
бастауыш білім беру жүйесінде белсенді қолдануға ұсынамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет сізге, Әйгерім.